атындағы Қарағанды облыстық балалар кітапханасында Жеңіс Қашқыновтың оқулары өтті. Ұлттық кітап күні аясында өткен әдеби шара мектеп оқушыларын поэзиямен сусындатып, шығармашылық қабілетін шыңдауға бағытталды. Сайысқа 4-5 сынып оқушылары қатысып, ақынның өлеңдерін жатқа мәнерлеп оқыды. Облыстың 19 білім ордасынан 40-қа жуық оқушы қатысқан сайыс тартысқа толы өтті. Бұл сайыстың мақсаты Жеңіс Қашқыновтың шығармаларын насихаттау, балалар әдебиетіне кітап оқуға деген қызығушылығын арттыру. Бұл сайыс бізде 3-ші жыл қатарынан өткізіліп отыр. Бұл жолы біз Жеңіс Қашқыновтың «Ашылған сыр» және «Батырдың анасы» поэмаларын толық жаттап келді балалар. Және осы жарыс арқылы олар өздеріне Жеңіс Қашқынов жалпы ақын кім, олардың қандай поэмалары бар, өлеңдері бар деген сияқты бір естерінде қалады деген үміттеміз. Жеңіс Қашқыновтың кітабы бұған дейін бірнеше мәрте басылған, бірақ шыққан сәтте оқырман сұранысы көп болып таралып кеткен. Ендігі тілек ақынның шығармалары тағы да баспаға басылса дейді Жеңіс Қашқыновтың ұрпағы Ернат Рахметолла. Ол кісі осы өмірінің соңына дейін, сол 61 жасына дейін, осы Қарағанды облысын, өзінің туған өлкесі, оның табиғатын, батыр билерін, тұлғаларын, сосын бүлдіршіндерді жырлап өткен ақын. Соның бір мысалы осы Қарағанды қаласында хайуанаттар бағы бар, сонда піл болған. Ол пілдің ерекшелігі қазақша өз атын батыр деп айтатын болған. Менің атым батыр деп айтатын болған. Соған өлең шығарған. Енді бір ойымыздағы тілек осы ел бойынша, осы аймақ бойынша аты аталып, жас ұрпақтың арасында кеңінен насихатталып жатыр. Бұған алғысымыз шексіз. Енді бір тілек, бұл кісінің кітаптары бұған дейін шығып келді, бірақ шыққан бетте бірден таралып кетті. Қазір енді кітаптарын іздеушілер көп, әсіресе жас ұрпақ көп. Сондықтан бұл кісінің кітаптарын негізі шығарса, том-том қылып кітаптарын шығарса, нұр үстіне нұр болар еді. Жеңіс Қашқынов қазақ балалар әдебиетінің танымал өкілі, Қазақстан Республикасының жазушылар және журналистер одағының мүшесі. Оның шығармалары орыс, украин, өзбек, молдаван, грузин, қырғыз, ұйғыр тілдеріне аударылған. Ералы Ғани, Оксана Митюхина, Николай